Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Криптоманьяк және де біз бүгін екі монетаға разбор жасап көретін боламыз. Менің ойымша олар екі монета 2022 жылы жақсы X беруі мүмкін деп ойлаймын. Бұл финансовый совет емес. Барлығы ақпараттарды өздеріңіз YouTube-тан, Telegram-нан ізденіп көре аласыздар. Бұл екі монета тікелей NFT гейминг, яғни метавселенныйға тікелей қатысы бар монеталар. 2022 жылы мен өзім ойымша метавселенная, NFT ойындар хит болады деп ойлаймын. Сол себепті де в основном взгляд сол жаққа қарай деп айтсам болады. Және де сіз крипто жаңалықтарын ең бірінші болып білгіңіз келсе, осы каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал енді қараңыздар, ең бірінші монета ол Gala Games'тің Gala деген монетасы. Бұл Gala Games деген платформа криптовалютадағы Steam'нің аналогы деп айтсақ болады. Яғни бұл жерге әртүрлі ойындар шығады. Сол ойындарды ойнау арқылы біз ақша таба аламыз. Бірақ ол ойындарды ойнау үшін біз білесіздер, NFT карта сатып алуымыз керек. Яғни NFT персонаждарды сатып алу керек біз. Ол NFT персонаждарды сатып алуымыз үшін біз Gala'ны қолданамыз. Қараңыздар, дәл қазір бұл Gala платформада болашақта шығатын ойындар, яғни Mirandus деген ойын дәл қазір шығып қойған. Біз өзіміз компьютерға тартып ойнасақ болады. Және де одан бөлек бұл жерде қазір Spider Tanks деген ойын бета версиясы шығып қойған. Бұл тоже ойнай аламыз, бірақ толық версиясы әлі шықпаған. Tonstar деген өте хитовый ойын, дәл қазіргі хит ойындардың бірі. Бета болған өзінде өте көп адамдар ойнап жатыр. Сол себепті де Gala Games болашақта бұл жерге мықты деген ойындар шығатын болса, міндетті түрде ценасы өседі. Дәл қазірдің өзінде мысалы $0.5 болып тұр. Қазір көрсететін боламын. Мысалы қараңыздар, VStore басатын болсақ, бұл жерде біз ойынның white листі бар, яғни типа ойын не жайлы екенін көре аламыз. Және де бұл жерде міне жаңа айтқан мен NFT карталарды біз Gala'ға сатып аламыз. Мысалы бір NFT карта 366 Gala, 586 Gala, яғни дәл осындай карталар сатып аламыз. Бұл NFT карталарды сіздер ойынның ішінде қолданасыздар. Яғни ойынның ішінде осы карталар арқылы ақша тауып, ойынның өзінің монетасы болады. Әр ойынның өзінің жеке NFT монеталары болады. Сол монеталарды шығарасыздар. Басында бұл жерге Gala мен NFT монеталарын сатып аласыздар, бірақ ақша шығаратын кезде Gala мен шығармайсыздар. Сол ойынның өзінің монетасымен шығарасыздар. Мысалы қазір Townstar деген монетаны көретін болсақ, Townstar деген ойын жаңа мен айтқан бета болған өзінде әлі хит болып, қазірдің өзінде бета версияның өзінде өте көп адамдар ойнап жатыр. $0.77 тұрады Townstar'дың монетасы. Дәл қазір мысалы көретін болсақ, ал мысалы ең көп болған кезде $2.3 дейін барған. Және де бұл Townstar монетасын дәл қазір біз қай жерден сатып аласыздар? Ox Protocol, Uniswap, OKX-ке де шықпаған екен уже. Және де дәл қазір Gala'ның, мысалы Gala'ның ценасы $0.5 болып тұр. Қазір жаңа айтқандай. Міне Gala $0.5 болып тұр. Және де капитализациясы 3,5 миллион. Өздеріңіз көргенде Gala'да өте аз ойын, бірақ 3,5 миллион капитализациясы бар. Максимальный ценасы $0.8 дейін жеткен. Міне көргендеріңізде $0.8. Примерно $0.8 дейін жеткен. Мысалы қазір 3 ай қоятын болсақ, міне $0.83 дейін жеткен екен. Және де ранг дәл қазір 43-ші орында тұр. Менде Gala бар, 0.09-дан алғам, бірақ қазір жартысынан көбін сатып жібердім десем болады. 0.67-тен, 0.65-тен примерно сол бағалардан саттым. Gala монетасын сіздер Binance'тан, KuCoin'нан, Crypto.com.ru, Gate.io кез келген биржалардан сатып аласыздар. Дәл қазір қымбат көретін болсаңыздар 0.40-0.45 арасында мүмкін сатып алуға болады деп ойлаймын. Бірақ болашақта платформаға өте көп мықты ойындар шығатын болса, міндетті түрде $2-3 смело сатуға болады деп ойлаймын 2022 жылдары. Ал енді екінші монета ол VAXP деп аталады. Бұл NFT кошелек деп айтсақ болады. Өзінің маркетплейстары бар. Және де дәл қазіргі ценасы $0.5. Маркет капитализациясы 906 миллион. Және де рангі 96-шы орында тұр. Дәл қазір өздеріңіз көргендей топ 100 монетаға кіреді CoinMarketCap'тағы. Бұл монетаны сіздер қай жерден сатып аласыздар? Кез келген танымал биржалардан сатып алсаңыз болады. Мысалы Binance, KuCoin, Hobbit, Gate.io, Bithumb мен қолданбаймын, білмеймін. Ал енді қараңыздар, бұл крипто кошелек. Дәл қазір мен сіздерге міне Vax Wallet ашып көрсетейін. Міне Vax Wallet, бұл жерде біз әртүрлі NFT-ларды осы Vax-қа сатып алатын боламыз. Ол NFT-ларды біз қай жерде қолданамыз? Ол NFT-лар әр ойынның персонаждары. Мысалы қазір, мысалы NFT деген жерге кіретін болсаңыздар,
Бұл жерде менде қандай NFT-лар бар екені көрсетіліп тұрады. Менде қазір 2-3 NFT, бір NFT бар, Mavaka деген, Pagan Gods деген, ол Pagan Gods деген ойында қолданылады. Яғни бұл персонаж, ойынның ішіндегі персонаж, біз ойынның ішіндегі персонаждарды осы Vax-қа сатып аламыз. Ол біз Atomic Hub деген өзінің маркетплейсі бар, тек қана Atomic Hub емес, басқа да маркетплейстер бар. Мысалы, қазір қарайтын болсақ, бұл жерде дәл қазір осылардың барлығы осы Vax-тың монеталарына сатып алуға болатын NFT-лар. NFT деген, типа NFT Gaming қазір Atomic Hub-қа кіріп көреміз. Менде қазір логин кіретін болам. Бұл Vax-ты мен тек қана сол ойындарға қолданғам. Негізінде менің ойымша болашағы өте үлкен деп ойлаймын. Себебі бұл жерде әр ай сайын жаңа ойындар шығады. Дәл қазір менде 0 Vax, бір ғана NFT персонажым бар. Pagan Gods деген алдын ойын ойнағам, мен тастап кеттім, бірақ 100-ге жақын NFT-лар ол жерде менде болған еді. Дәл қазір қараңыздар, бұл жерге ақша салу үшін адрес, міне wallet адрес, яғни бұл жерде бүкіл кошелектарда санмен болатын болса, бұл жерде адрес өздеріңіз көргендей әріптермен жазылған. Және де ресурс деген, міндетті түрде бұл жерге ресурстарды стейк етуіңіз керек, яғни Vax стейк етуіңіз керек. Бұл кошелекті дәл осыны стейксіз қолдана алмайсыз. Мысалы, SPO менде 13 Vax жатыр, Netте 6 Vax жатыр, RAM деген бұл жерде көрінбейді, менде 50 Vax-та жатыр. RAM деген сіз NFT, қанша NFT персонаж ішінде ұстай аласыз. Мысалы, Vax кошелекта 10-15 персонаж ұстау үшін сіз 5-6 Vax міндетті түрде осы RAM-ға салуыңыз керек. Ол үшін мысалы RAM басасыз. И SPO деген ішінде қанша Vax, яғни қанша Vax монетасын осы кошелекта ұстай аласыз деген сияқты. Бірақ плюсы дәл осы стейкингті істеп болғаннан кейін болды, сізге ешқандай транзакцияға комиссия алмайды. Яғни сіз бесконечно транзакция істей бересіз. Бір персонаж аласыз, сатасыз. Мысалы, қазір Atomic Hub-ға кіреміз. Бұл жерде трейдинг деген жерге кіретін болсаңыздар, жоқ, бірінші маркетке кіріп көрсетейін. Маркетке кіреміз. Маркетте мысалы сіз қандай ойынға ақша салып ойнағыңыз келіп жатыр. Бұл жерде барлық ойыннан адамдар ақша салып, ақша тауып жатыр. Мысалы, қазір Farmers World-қа кіретін болсақ, бұл жерде біз әртүрлі персонаждарды немесе осындай пшено, яғни сүт сатып алып, ақша таба аламыз. Бұл персонаждар бізге, мысалы, бай сатып аласыздар, и Farmers World деген ойынның ішінде қолданылады. Ол нәрсенің барлығы сіздер, мысалы, NFT карталар, мысалы, осы картаны сіз сатып алдыңыз, болды. Бұл жерде Atomic Hub-та сатып алып, сатып ақша тапсаңыз да болады, бірақ ойынның ішінде қолдансаңыздар да болады. Мысалы, қазір қандай пактар бар? Мысалы, қазір ойындарға кіріп көрейін. Мысалы, Farmers World жабамыз. Тот же Pagan Gods айтайық. Міне Pagan Gods деген. Міне Pagan Gods деген бұл жерде қазір онша танымал емес, басында танымал болды. Бұл жерде әртүрлі персонаждарды алып, сол ойынның ішінде қолдануға болады. Яғни көргендеріңізде міне бір персонаж $40 тұрады екен. $23, $144, $10 әртүрлі персонаждар бар. Мысалы, қазір бүйтіп көре аламыз. Дәл қазір $40 тұрады, яғни 80 Vax тұрады. Бұл жерде сіз долларға сатып алмайсыз, барлығы персонаждарды Vax-қа сатып аласыз. Мысалы, бұл жерде доллармен тұрады, и одан кейін Vax-пен тұрады. Міндетті түрде сіз Vax-пен сатып аласыз. Және де бұл жерде ценасын көретін болсақ, міне средний ценасы $6 болған, дәл қазір примерно $1,5–1,7 дейін түсіп кеткен. Бұлар адамдар сатып жатыр, сол себепті де әркім өзінің ценасын қояды. Мысалы, қазір осы персонаждармен олар ойнаған, мысалы, ойын қызық емес болған соң, немесе ақша доход аз болғаннан кейін персонаждарын сатып жатыр деп айтуға да болады. Бұл осы жерде тоже сондай новый айдиолар, яғни ойындар, жаңадан ойындар Vax-қа кіріп жатқан кезде айдио болады. Ну, айдио деген предпродажа деген сияқты, ойын басталмай тұрып сату. Сол кезде сіз әртүрлі NFT карталарды сатып алып, бұл жерде ақша таба аласыздар. Жалпы кішігірім обзор осылай. Менің ойымша Vax болашағы бар деп ойлаймын, себебі өздеріңіз көргендей бір маркетплейстің өзінде қаншама ойын жатыр. Бұл ойындардың көбісі почти уже скам, но Farmers World, Alien World, тоже Farmers Talos, Farming Talos деген тоже YouTube-тан қарап көрсеңіздер болады. Хит болып жатқан, қазіргі таңда хит болып жатқан ойындар. Менде де Vax бар, примерно 100-ге жақын Vax бар. Мен $0.3 сатып алғам, 0.5, яғни $0.5 да сатып алғам.